Етістіктің көсемше тұлғасы. Іс-әрекеттің, қимылдың себебін, амалын көрсететін қосымша қимылды білдіретін етістіктің ерекше түрі көсемше деп аталады. Көсемше қайтып, қалай, не істегелі, қашан деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, оқып түсіну, дауыстап оқу, күле сөйлеу, келе кірісу, амандасқалы келу, кеткелі жатыр және тағы басқа. Көсемшенің де есімше тәрізді өзіне тән жұрнақтары бар. Көсемше етістік түрлеріне негізгі және туынды немесе етіс болымсыз етістік тұлғаларына мына жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Бірінші жағдайда а, е, и жұрнағы арқылы іс-қимылдың осы шақта жасалып жатқанын білдіреді. Дауыссыз дыбысқа біткен сөздерге жуан буыннан кейін а, жіңішке буыннан кейін и, дауысты дыбысқа біткен етістікке и жұрнақтары жалғанады. Жаза, күле, сөйлей, қарай тағы басқа. Үп жұрнағы арқылы іс-қимылдың өткен шақта жасалғанын білдіреді. Дауыссыз дыбысқа біткен етістіктерге жуан буыннан кейін үп, жіңішке буыннан кейін үп, дауысты дыбысқа біткен етістікке п жұрнақтары жалғанады. Жазып, күліп, айтып, сөйлеп, қарап тағы басқа. Қалы келі жұрнақтары арқылы іс-қимылдың не өткен шақта орындалғаны, не келер шақта орындалатындығын білдіреді. Дауысты, үнді, ұяң дыбыстарға біткен етістіктерге жуан буыннан кейін қалы, жіңішке буыннан кейін гелі жалғанады да, қатаң дыбыстарға біткен етістіктерге жуан буыннан кейін қалы, жіңішке буыннан кейін келі жалғанады. Жазғалы, бергелі, қарағалы, сөйлегелі, айтқалы, кеткелі. Қанша, кенше жұрнақтары алдыңғы етістікке жалғанып, екі іс-қимылдың арасындағы мезгілдік қатынасты білдіреді. Мен барғанша сен кел, ол келгенше мен жұмысты бітіріп қояйын. Майынша, мейінше алдыңғы тұрған етістікке жалғанып, қимылдың орындалу шартын білдіреді. Мен көрмейінше сен құжаттарды жіберме.